Сәлем достар, сіздермен бірге Оңай каналы. Бүгінгі тақырыбымыз адамдарды өмірінің соңында өкіндіретін 5 қателік туралы болмақ. Егер де каналымызға әлі тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өмірден күдерін үзген науқастармен жұмыс істейтін мейірбике, адамдар көбіне қандай қателіктер үшін өкінетін жайында жазу қалдырған болатын. Науқастардың басқаларға қайталамауға кеңес беретін ең көп тараған 5 қателік келесідей. Бірінші, өмірімді өзгелер емес, өзім қалағандай етіп сүрер едім. Сіз өзіңіз қалағандай өмір сүріп жатырсыз ба, әлде өзгелердің қалауымен бе? Көптеген адамдар өз өмірлерін басқалардың үміттеріне негіздейді. Қай салада болмасын, жұрт нені қалайды, соны жасайды. Тіпті өмірлік мамандығын таңдағанда да алдымен өзіне ұнайма демей, отбасы, достары және таныстары қалай қарайды екен деп ойлап тұрады. Нәтижесінде олар басқалардың, яғни ата-анасының, ұстаздарының, таныстарының ойынан шығады да, бірақ өзіне көңілі толмай жүреді. Өмірінің көп бөлігін тығырыққа тығылғандай, өздерін бақытсыз сезінеді. Егер де мұндай адам жасанды жағдайдан шығып, жасырын армандап келген ісімен айналысса, онда жан-жағынан наразылықты көріп, бірнеше достарынан да айырылуы мүмкін. Мұндай жағдайды қалай болдырмауға болады? Өзіңізге сенімді болыңыз. Бар күш-жігеріңізді жинап, ойыңыздағыдай өмір сүрмек болсаңыз, сынға ұшырайтыныңыз әбден мүмкін. Басқалардың ойын сабырмен тыңдаңыз, бірақ айтқандары көңіліңізден шықпаса, мән берудің түк қажеті жоқ. Олардың айтуға хақысы бар, ал сіздің құлақ аспауға хақыңыз бар. Екінші қателік. Көп жұмыс істемес едім. Қазіргі заманда жұмысқа басынмен бірақ кіріп кету қалыпты жағдай. Мұндай жағдай тарихта болмаған. Адамдардың қолы бос емес, тәулігіне 12 сағат, немесе одан да көп жұмыс істейтіндер бар. Ата-аналар балаларын сирек көреді. Барлық жауапкершілікті ата-әжелерге немесе бала күтушісіне жүктеп қойған. Адамдардың қарым-қатынас жасауға, жеке өміріне уақыт тапшы. Жұмыс әр қашанда бәрінен маңызды саналады. Өмір сүру үшін жұмыс қажет, бірақ ол кейбір адамдардың өзін-өзі бағалауда негізгі параметрге айналып кеткен. Мұны қалай болдырмауға болады? Ұнатқан ісіңізге уақыт табылмауы мүмкін емес. Тек уақытты дұрыс пайдалану керек. Егер қарым-қатынасқа уақыт жоқ болса, яғни ол сіз үшін маңызды іс емес. Егер сіз мерейтойларға уақыт таппасаңыз, онда орнына айналысқан шаруаңыз сіз үшін маңыздырақ деген сөз. Егер жаттығу залына бармасаңыз, онда сізге дене бітіміңіз маңызды болмағаны. Сіз мойындағыңыз келмесе де, шындығы осы. Өмірде бәрінен артық нені бағалайсыз? Өз уақытыңызды көңіліңізге ұнайтын нәрселерге жұмсап жүрсіз бе? Егер де соңғы сұраққа жоқ деген жауап болса, демек ойыңыз бен ісіңіз екі түрлі болғаны. Үшінші өкініш. Өз сезімімді ашық айтуда батылырақ болғым келер еді. Бұл біздің әрқайсымыз туралы болуы мүмкін. Өміріңізде сезіміңізді ашып айта алмағандықтан, біреулермен қоштасқан, ұмытуға тырысқан кездеріңіз болған болса, сіз жалғыз емессіз. Сіз сияқты адамдар өте көп. Оқыған, тоқыған, сымбатты да ашық мінезді, бірақ танысқысы келмейтін, сезімге жұрдай болып келетін адамдар да бар. Олар танысу мүмкіндіктерін пайдаланбай жіберіп ала береді. Жан тыныштығы үшін кез келген танысу мүмкіндігінен бас тартып, маған лайық емес, онша емес, тағы да сол сияқты миллион сылтау айтады. Мұны қалай болдырмауға болады?
жіберіп алған мүмкіндіктерге өкініп отырғанша, жасаған қателіктерінен сабақ алған жақсырақ. Ол адаммен бірге болашағым бар ма, жоқ па айқындалады. Сізден бас тартса да, оны ұмыту оңайырақ болады. Кезінде айтуым керек еді деген ой сізді мазаламайтын болады. Түптің түбінде не болады деп өзіңізден сұрап көріңіз. Бар болғаны сыпайы түрде жоқ дер. Ал егер де сезімдеріңіз екі жақты болса, онда батылдығыңызға дән риза боласыз. Төртінші өкініш, достарыммен қарым-қатынасты үзгім келмейді. Достықты көбіне мансап, қаржы, жеке басындағы жұмыстарына байланысты құрбан етеді. Неліктен? Себебі бізге достыққа көңіл, уақыт бөлмесе де еш күшін жоймайтын мәңгілік болып көрінеді. Сондықтан да оған достық кездесулерді жұмысымызға, романтикалық кездесулерге, басқа да маңызды істерге оп-оңай алмастыра саламыз. Артынан жоғалтқан достық қарым-қатынасқа өкінетін боламыз. Мұндай жағдайды қалай болдырмауға болады? Достарым қашан шақырады екен деп күтіп отырғанша, өзіңіз алғашқы болып қадамды неге баспасқа? Достарыңыз сізден шақырту күтіп отыруы әбден мүмкін ғой. Егер тырысуыңыз бекер болып кездесуге келмесе, онда қамықпаңыз. Лайықты достық емес деген сөз. Қолдан келгеннің бәрін жасағандықтан кейін өкінбейтін боласыз. Және де бесінші өкініш, бақыттырақ болуды қалар едім. Қатты қайғырып жүрсіз бе? Әрдайым өміріңіздегі кішігірім қиындықтарға шағымданасыз ба? Қолыңыздағы бар нәрседен ләззат алудың орнына жоқ заттарыңызды түгендеп, жіберіп алған мүмкіндіктеріңізге өкінесіз бе? Көптеген адамдар барын бағалай алмай, қолдары жетпеген дүниені аңсап қайғыруда. Сол қайғыдағы адамдардың көбісінің жабдықталған үйлері, тұрақты жұмыстары, керемет отбасылары бар және де жағдайлары жасалынған. Негізі, халықтың тұрмысы жақсарған сайын, адамдар бақытты болудың орнына керісінше бақытсыз болып бара жатыр. Неліктен? Себебі, адамның бақытты болуы оның материалдық жағдайына тәуелді емес. Бақыттың мәні неде екенін түсінгендігінде. Ал мұны қалай болдырмауға болады? Бақыт әр адамның таңдауы екенін мойындаңыз. Бақытты бірнеше факторлардан тұрады деп есептейтін адамдар баршылық. Олар белгілі бір нәрсеге қол жеткізсем, бірінші, екінші, үшінші деп қажеттері орындалғанда бақытты боламыз деп ойлайды. Бірақ бақыт жетістіктерге де тәуелді емес. Бақыт бұл қолда барға қанағат қылуым. Егер қаласаңыз, дәл қазір бақытты бола аласыз. Бақытты болуды қалайсыз ба? Оны бір ғана сөзбен қалай керемет жеткізген? Бақытты болудың жолы жоқ. Бақыттың өзі жол. Иә достар, егер де бүгінгі сізге арналған видеомыз сізге ұнаған болса, видеоға лайк басып, каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Оңай каналы. Келесі кездескенше достар.